Окей, guys, бірінші сабақты бастаймыз. Жалпы ағылшын тілінде 26 әріп бар. Vowel және де consonant болып екіге бөлінеді. Vowel бізде дауысты әріптер, яғни A, O, U, E, Y және I. Y әріпі кейде дауыссыз және дауысты болады. Consonant бізде дауыссыз әріптер. Дауыссыз әріптерге B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z әріптер жатады. Және бізге әріптердің дұрыс дыбысталу үшін International Phonetic Alphabet, яғни халықаралық фонетикалық алфавит бізге көмектеседі. Яғни мен әр әріптің IPA форматында қалай дұрыс дыбысталады және қазақ тілінде қалай дұрыс дыбысталу керектігін жазып айтып отырамын. Окей, бірінші әріп A әріпі. A әріпінің 5 түрлі дұрыс дыбысталу жолы бар. Ең бірінші алфавиттегі A дыбысымен дыбысталады. A әріпі 3 жағдайда A дыбысымен дыбысталады. For example, біріншісі A және I әріпі бірге келген кезде A дыбысымен дыбысталады. Мысалы, rain, fail, gale, sail, hail, snail. A, I әріпі екеуі бірге келеді. Және бұндай сөздердің барлығын A дыбысымен дыбысталады. Екінші ережесі A және Y әріпі бірге келген кезде A әріпімен дыбыстаймыз. For example, say, pay, lay, stay, jay, play, pray, өте көп. Және өте оңай, иә. Ал үшінші ережесі A және де E әріпі форматында келетін болса, және екеуінің ортасында бір ғана дауыссыз әріп тұру керек. For example, make, bake, gate, made. Бұл жерде барлықтарын білетіндей, ең соңындағы E әріпі мүлде дыбысталмайды. Тура осы форматта 3 ереже болып келетін болса, біз A әріпін кәдімгі алфавиттегі A дыбысымен дыбыстаймыз. A әріпінің екінші дұрыс дыбысталу жолы O. Қазақшада O мен O әріпінің екеуінің қосындысы O дыбысымен дыбыстаймыз. Бұл екі L әріпінің алдында A әріпі келетін болса, біз O дыбысымен дыбыстаймыз. Өте оңай. Және де білемін, мен бұрын өте қателесетінмін. Мысалға, wall дейтін едік. Мысалға, мал, пал деп айта беретін едік. Негізі бұл жерде дұрыс дыбысталу жолы wall, мол, пол, хол, гол. Өте оңай және өте көп сөздер. Екінші жолы A әріпінен кейін L әріпі келсе, және L әріпінен кейін consonant. Consonant деген дауыссыз дыбыс келетін болса, бізде O дыбысымен дыбысталады. For example, talk, always, walk. For example, already, also, walnut. Және бұл жерде бір исключение айтып кетейін. W әріпінің алдында, немесе W әріпінен кейін A әріпі келетін болса, және тоже бізде O деген дыбыспен дыбыстаймыз. For example, was, wore, sworn, won't, saw, немесе law. Және бұл жерде көбісі студенттер менен сұрайды. A әріпінен кейін екі L әріпі келеді. Несколько сонда finally деп дыбыстаймыз ба деп айтады. Және ол сұрақ өте орынды, бірақ бұл жерде мынандай ереже бар. A, L, L, Y әріпі келсе, егер де сөйлемнің соңында төртеуі, бізде A әріпі silent, яғни дыбысталмайды мүлде. Ол как будто жоқ сияқты болады. Например, finally, finally емес, finally. Және де officially, basically, logically, musically, publicly, and tactically. Как будто A әріпі жоқ сияқты болады. Бұл A әріпінің екінші дұрыс дыбысталу жолы. A әріпінің үшінші дұрыс дыбысталу жолы A, қазақ тіліндегі A әріпімен дыбыстаймыз. Ол қай кезде? 4 жағдайда A әріпімен дыбыстаймыз. AR, AS, AWS, немесе ATH. Бұл жерде айтып өтетін A әріпінен кейін R әріпі келеді, бірақ R әріпінен кейін бізге не керек? Consonant. Дауыссыз әріптер келетін болса, ол A дыбысымен дыбысталады. For example, star, bar, heart, dark, charge. Бірақ, егер де A және R әріпінен кейін дауысты әріп келетін болса, ол ашып жібереді. Ешқандай бұл жерде A деп дыбысталмайды. Around, share, bear. Түсінікті ғой? Егер де дауыссыз келетін болса, A қатқыл, дауысты келетін болса, ол share, bear деп жұмсалып кетеді. Екінші жағдай, for example, A-дан кейін S келетін болса, біз A деп айттық, иә? Ask, task, last, өте көп осылай кете береді. Үшінші жағдай бізде A-дан кейін double S. Grass, glass, барлығы A, қатқыл A болып дыбысталады. Үшінші, ең соңғы жолы бізде барлығымыз білетіндей father, rather, барлығы A дыбысымен дыбысталады.
Бұл «э» әріпінің үшінші дұрыс дыбысталу жолы. «Э» әріпінің төртінші дұрыс дыбысталу жолы «ә» дыбысымен дыбысталады. Бұл жерде any деген формула болатын болса, формасы, for example, any, many, anybody, anyone, anywhere, anything. Осы форматта бізде «э» әріпі «ә» дыбысымен дыбысталады. «Э» әріпінің дұрыс дыбысталу жолының 5-ші ережесі қазақ тіліндегі «ә» әріп бойынша дыбысталады. For example, bat, cat, cap, man, can, pan, apple. Бұл жерде айтатын, қалай анықтау жолын айтайын. Бізде 4 ережені айттым осыған дейін. A, O, немесе A, немесе E дұрыс дыбысталу жолы. Егерде, мысалы, bat сөзін алайық. Bat сөзімен біз A дыбысымен дыбыстай алмаймыз. Және A дыбысымен де дыбыстай алмаймыз. Ережеге келмейді. Немесе O дыбысымен, немесе E дыбысымен дыбыстай алмаймыз. Яғни 4 ережеге бағынбайды. Жоғарыдағы, значит, бұл болады ә. Кез келген сөзді қарайсыз, 4 ережеге саласыз. A болуы мүмкін, немесе O болуы мүмкін, немесе ә болуы мүмкін, А болмаса, егер 4 ережеге бағынбайтын болса, барлық сөздерді ә дыбысымен дыбыстаймыз. Бұл өте көп, өте кең таралған түрі. 5-ші жолды осылай анықтап алсақ болады. 5 ережеге де бағынбайтын бір лайфхак бонуспен бөлісейін. Бізде, мысалы, baby сөзін алайық. A дыбысымен дыбысталады, бірақ мен айтқан сияқты бірінші ереженің ешқайсысына бағынбайды. A-дан кейін I келіп тұрған жоқ, A-дан кейін Y келіп тұрған жоқ. Яғни A, E ережесіне бағынбайды. Бірақ babyмен дыбысталады. Бұл жерде лайфхак, егер де кез келген сөздің ішінде A әріпін екпін түсетін болса, орыс тілінде ударение ғой, екпін түсетін болса, біз ол A әріпін A алфавиттегі A әріпін дыбыстаймыз. Baby, data, fatal, crazy, apron, lady, кете береді жалғасы. Яғни екпін түсетін болса, A дыбысымен дыбыстаймыз. That's all about A. Осымен A әріпінің дұрыс дыбысталу жолы аяқталды. Осы видеоның астында практикалық жұмыстар берілген, практиканы міндетті түрде орындаймыз. Өйткені A әріпі қазір бес-ақ түрлі ереже бар, мен оңай жаттап алдым ғой деп айтуыңыз мүмкін. Әлі алда бізде 26 әріптің 9 түрлі ережесі бар. 9 түрлі әріпке тоқталамыз. Және де бір лайфхакпен бөлісейін. Жаттаудың қажеті жоқ. Жаттағанмен алдағы уақытта негізі есіңізден шығып кетеді. Практика жасау арқылы әр әріпке, әр ережеге жасаған кезде сіздің есіңізге қайта-қайта есіңізге түседі. Бұлай сіздің long term memory деген ұзақ мерзімге сізде есіңізде қалады. Практиканы қаншалықты көп жасайсыз, соншалықты есіңізде 100% қатып қалып сақталып қалады. Сондықтан практика жасаңыздар, сәттілік.